Саламатсың, құрметті курсқа қатысушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз айнымалы электр тоғы жетегі. Айнымалы электр тоғы жетегі жалпы механикалық электр энергиясын механикалық энергияға алдыратын электр қозғалтқыштарының жұмыс жасау принципінде болады. Олар қозғалтқыштар ретінде асинхронды циклоқозғалтқыштар, түйіндер және басқару схемалары. Электр тоғы кезіндегі жетегі, тоқ жетегі жалпы айтқанда электр энергиясын механикалық энергияға айналдырып, жұмыс машиналарға қозғалысқа келтіретін электромеханикалық жүйе. Негізгі құрамдас бөліктері электр қозғалтқышы, қуат жүктелгендікше басқару жүйесі, механикалық берілу жұмыс мүшесі болып тұрады. Айнымалы тоқ жетегінің өнеркәсіптік кеңінен қолданылатын қозғалтқыш ретінде қолданылады. Үнемділігі қазіргі жетекте энергияны 20-40% үнемдеп жұмыс өнімділігін арттырады. Басқарма жүйесіне байланысты. Асинхронды қозғалтқыштың жалпы жетегіндегі оған особый әсер ететін оның статор мен роторында. Айнымалы магнит өрісінің статор құрамасынан 3 фазалы ток өткенде жиіліктің 60 N1 тең дегеніміз бұл айналу жылдамдығы, 60 деген жиілік, біздердегі пи дегеніміз полюстер санына байланысты магнит өрісі пайда болады. Электромагниттік индукция ротор күштеріндегі электр қозғау күштерінің индукцияланады. Ток жүреді, ток пен өріс арасындағы күш ротордың айналуына себеп болады. Сырғу ротор статор өрісімен синхронды айналмалы, сәл кеш қалады. Типті қозғалыс насостар, желдеткіштер, компрессорлар, кран, банкалар және конвейерлерде қолданылады. Асинхронды қозғалыстың сипаттамалы график түрінде оның жұмыс жасау номиналды 85-95 пайдасы коэффициент, ығысу бұрышы 0,175-92 сондай жүктеме жұмсалайды. Іске қосу тоғы 4 пен 8 миллиампер арасында максимал моменті 2-3% өседі. Синхронды қозғалтқышта дәл солай, бірақ оның айырмашылығы жұмыс принципі ротор статор өрісімен бірдей жылдамдықта айналады. Ротор тұрақты магнитпен немесе тұрақты толғанысымен қозғалады. Артықшылықтары косинус немесе жетекші жоғары бәкі реактивті қуат өндіреді. Тұрақты жылдамдықты қолдануы цемент зауыттар, компрессор насос станцияларында және электр станцияларында қолданылады. Іске қосу схемалары асинхронды жетектің жұлдызша, үшбұрышша жалғану болады. Олардың үшбұрышша жалғаған кездегі артықшылығы, үшбұрышша жалғаған кезде артықшылығы ол электр жетегінің мәніне өзгерісіне алып келеді. Тікелей қосу деген және автотрансформатор қосу деген бар. Жиілікті төлендіргіш қосу, осылардың бәрі электр жетегінің жұмыс жасауының ауытқуына немесе жұмыс жасауының реткі және өзінің нормасына істеуіне осы жалғауының түрлері, іске қосулар әсер етеді. Синхронды жетек іске қосу схемасы бұлда жиілікті тұрақты магнит арқылы үш негізінен жұмыс жасайды. Басқару схемасы магнит басқару схемасы, қорғаныс элементтері және стоп пуск ретінде пайдаланылады. Жиілік реттеу жүйесі, экранда тұрғандары күзеткіш, булт және түрлі және энергияны тиімді пайдалануға байланысты өзгеріп отырады. Қорытындылай келгенде асинхронды қозғалтқыштың кез келген арзандылығы және тиімділігінде. Синхронды қозғалтқыштарда үлкен өнеркәсіптерде
пайдаланады генераторлар ретінде және қозғалтқыштар ретінде аз пайдаланушы соны генератор ретінде пайдаланады. Содан оның қымбаттылығында соны құрылысының күрделілігіне байланысты болды. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.